саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағымызды бастаймыз. 14-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы евро-доллар. Валюталармен орындалатын операциялар. Балалар, оқулықтағы мысал бірге қараймыз. Евро Еуропалық одақтың бірыңғай валютасы. Қағаз ақша мен монеттерге қара дейді. Евроцент бұл ақшаның ұсақ бірлігі. 1 евро 100 евроцентке тең. Евроның 1, 2 евроцентінің 1, 2, 5, 10, 20 және 50 монеттері бар. Артқы бетінде қай елде шығарғанына байланысты айырмашылықтары болады. Балалар, мысал бірге қараймыз. Евро мен евроцентті қалай ұсақтауға болады дейді. Бізге 1 евро берілген. 2 евро алу үшін қанша болады дейді. Сонда 1 евро көбейтеміз 2-ге. Сонда 2 евро болады. Енді монетамен 2 евроны шығару керек. Сонда 50 монета, яғни 50 тиын көбейтеміз 4-ге. 200 болады. Сонда оны 2 евроцент деп аламыз. 1 евроцентті 100 евроцент болады. Сонда 2 жүзіміз 2 евроцентке тең болады. Онды көбейтеміз 20-ға, болады 2 евро. Яғни тиын, 10 көбейту 20 деген монеталар. Сонда 2 евро ұсақ ақша алдық. 20-ны көбейтеміз 10 монета, теңдігі 2 евроға тең. Енді мысал 2-ге қараймыз. Мысал 2-де әр суретке қанша ақша бар екен есепте. Евроның белгіленуін пайдаланып жаз дейді. Бізде 500 евро. 500 евро алу үшін 50 евроны 10-ға көбейткен кезде 500 евро болады. Ал енді 500 евроны алу үшін 20-ны 25-ке көбейткен кезде бұл жерде де 500 евро болады. Мысал 3-ке қараймыз балалар. Мысал 3-те ойлан және жауап бер дейді. Туристер танымал су бұрқақтардың біріне жылына монеттермен 200 000 евро тастайды екен. Бұл қанша және қандай монеталармен болуы мүмкін? Монеттерді жинаудың бір нұсқасын ойластыр дейді. Бізге 200 000 монет, яғни евро алатын болсақ, 20 монета көбейтеміз 100 евроға. Сонда 200 евро болады. Есіңде сақта дейді. Доллар дегеніміз бұл ағылшын тілінен алынған доллар, дүние жүзіндегі көптеген елдердің валютасының атауы. 1 доллар 100 центке тең. Бар, мысал 4-ке қараймыз. ақш валютасының қағаз ақшалары мен монеттеріне қара. Мына соманы берілген ақшалармен ұсақта және сана дейді. Бізге оқулықта 524 доллар және 834 ақш доллары берілген. Астында суреттер мен монеталар берілген. Енді 524 долларды алу үшін біз 100 долларды 5-ке көбейтеміз. 500 болады. Оған қосамыз 20-ны 520, оған қосамыз 1 доллар және қосамыз 2 доллар, қосамыз 1 доллар. Сонда 524 доллар болады екен. Енді 834 ақш долларын алу үшін 50-ді 16 долларға көбейткен кезде бұл жерде 800 болады. Оған қосамыз 20-ны 820, қосамыз 10-ды 830, қосамыз 2 доллар, қосамыз 2 доллар. Сонда 834 доллар болады. Мысал 5-ке қараймыз балалар. Мысал 5-те евромен немесе доллармен берілген соманы қандай қағаз ақшамен жинақтауға болатын жаз дейді. Бізге 35 евро, 125 доллар, 1204 евро, 108 евро берілген. Енді 35 евроны алу үшін 10 евроға 10 евро және 10 евроны қосамыз. Сонда 30 евро. Оған қосамыз 1 евроны, қосамыз және 2 евроны, қосамыз және 2 евроны. Сонда 35 евро болады. Енді 125 долларды алу үшін 100 долларға 20 долларды қосақ 120, оған қосамыз 1 доллар және 2 доллар және 2 доллар. Сонда 125 доллар болады. Енді 1204 евроны алу үшін 500 евро қосамыз 500 евро 1000 болады. Оған тағы 200 евроны қосақ
1200 евро болады. Және 1200 евроға 1 евроны қоссақ 1201, оған 2-ні қоссақ 1203, және 1 евроны қоссақ 1204 евро болады. Енді балалар, сендер 308 евроны өздерің жазып көріңдер. 100 евролықтан 3-еуін алып, ары қарай 5, 2, 1 сияқты евроларды алып, 308 санын өздерің жазып үйреніңдер. Балалар, мысалы 6-ға қараймыз. Бізге Қазақстандағы ең ірі қағаз ақшалар 10 000 теңге және 20 000 теңгеліктер берілген. Оларды басқа қағаз ақшалармен ұсақтаудың 2 нұсқасын жаз дейді. 10 000 теңгені алу үшін біз 5 000 теңге, 5 000 теңгеден 2,5 мың теңгелік тасақ 10 000 теңге болады. Тағы да 10 000 теңгені алу үшін 5 000 теңге қосамыз, 2 000 теңге қосамыз, 2 000 теңге қосамыз, 1000 теңге, сонда 10 000 теңге алуға болады екен. Енді 20 000 теңгелік қазақстандық ақшаны алу үшін 10 000 теңгеге 5 000 теңгені және 5 000 теңгені қосамыз, сонда 20 000 теңге болады. Және де бір нұсқасы 20 000 теңгені алу үшін 10 000 теңгеге қосамыз 5 000 теңгені, оған қосамыз 2 000 теңгені, және қосамыз 2 000 теңгені, және 1000 теңгені қосқан кезде 20 000 теңгелік ақшаларды осылай 2-2 нұсқасын жазуға болады екен балалар. Енді мысал 7-ге қараңдар. Мысал 7-де тапсырманың орында көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнекте дейді. Бізге берілген 4 тонна 9 килограмм килограммен, 3 минут 10 секундты секундқа, 2 сағат 40 минутты минутпен өрнектеңдер деп жатыр. 4 тонна 9 килограмм, яғни 1 тоннада 1000 килограмм бар, сонда 4 тоннамыз 4000 болады, оған 9 килограммды қосқанда 4009 килограмм болады. Енді 9 центнер 3 килограмм, 1 центнерде 100 килограмм бар екен білеміз, сонда 9 центнерде 903 килограммды қосқанда 903 килограмм болады. 3 сағат 25 минутты енді балалар өздерінің минутқа айналдырып көріңдер. 1 сағатта 60 минут бар екен білесіңдер, 3 сағатты тауып алып, оған 25 минутты қосқан кезде қанша минут екені шығады. 3 минут 10 секунд, жаңа айтып өткенде 1 минутта 60 секунд, 3-ке көбейткен кезде 180, оған 10 секундты қосқан кезде, сонда 3 минут 10 секундта 190 секунд бар. 20 минут 15 секундта қанша секунд бар дейді. 1 минутта 60 секунд бар екен білеміз, сонда 20-ны 60-ға көбейтіп алғанда 1200 болады. Оған 15 секундты қосқанда 1215 секунд болады екен. Балалар, мысал 8-ге қараймыз. Есепте дейді, кері амал қолдану арқылы досының қалай есептеген тексер дейді. Бізге 583.809 қосылған 297.008 сандары берілген. Осыны қосып теңдігін табамыз. Сонда 880.817 шығады. Енді 9.078.237-ге қосамыз 364.559-ды. Теңдігі 9.442.796 болады. 96.265.706-ға қосамыз жақшаның ішінде 5.004.039, қосамыз 4.000.563. Жақша жабылған. Сонда бірінші жақшаның ішін орындап, одан кейін шыққан санға жақшаның сыртындағы санды қайтып қосқан кезде 105.271 шығады екен. Олар мысал 9-ға қараймыз. Әкем алған тауарларына құны әртүрлі қағаз ақшамен төлем жасады. Артық қалғанын мәнеттермен қайтарып алды. Қайтаратын ақшаны мәнеттен жинаудың бірнеше мүмкін болатын нұсқасын жаз дейді. 14.345 теңгеге сатып алған. Оның қолында, сонда біз дөңгелектеп аламыз, 15.000 теңгесі болған. 15.000 теңгенің 14.345 теңгесіне зат алған кезде қанша теңге қалды дейді. 15.000-нан 14.345-ті алған кезде 655 теңге қалады. Енді 655 теңгені біз 100 теңгеліктен 6
100 теңге, 100 теңге, 100 теңге, 100 теңге, 100 теңге, 100 теңге деп қосу деп жазып, 20 теңге және қосу 20 теңге, қосу 10 теңге, қосу 5 теңгелік деп 655 теңгені осылай әртүрлі қағаз ақшамен ұсақтап жазуға болады екен балалар. Мысал 10-ға қараймыз. Мысал 10-да дұрыс жауапты тап дейді. Екі балада барлығы 8 мәнет болды дейді. Екі баланың біреуі 1 мәнет, ал екіншісі 3 мәнет жұмсаған кезде олардың қолындағы мәнеттері теңдей болды. Олардың әрқайсында қанша мәнеттен болған дейді. Бізде астында 4 нұсқа берілген. Сол нұсқаның қайсысы дұрыс дейді. Ойланып көрейік, балалар. Бірінші балада 5 мәнет болса, екінші балада 3 мәнет болған. Сонда бірінші 3-тен, екіншісінде 3 мәнет болған. Сонда 3-тен азайтамыз. 1-ді 2 болады. Одан кейін 5-тен азайтамыз. 3-ті 2. Сонда бірінші балада 5 мәнет, ал екінші балада 3 мәнет болған. Мысал 11-ге қараймыз. Сатып алған кәдесыйға шетел валютасымен төлем жаса. Оларды жазып, қағаз ақшаны тік төртбұрышпен, ал мәнетті дөңгелекпен қорша дейді. Яғни астында доллармен, әсінде евромен өрнектеп жаз дейді. Енді 53 ақш долларын біз алатын болсақ, 50 доллар қосу 1 доллар қосу 2 доллар. Сонда 53 доллар болды, балалар. Енді 25 долларды алатын болсақ, 20 доллар қосамыз 1 доллар, оған қосамыз 2 долларды және қосамыз 2 доллар. Сонда 25 доллар болды. 85 долларды алатын болсақ, 50 доллар қосу 20 доллар, қосу 10 доллар, қосу 1 доллар, қосу 2 доллар, қосу 2 доллар. Сонда 85 доллар болды. Енді сендер 46 евро және 22 евро және 75 евроны өздерің алып жазып көріңдер. Мысалы 46-ны алу үшін 10 евродан 4-еуін алып, 6-ны алу үшін 2 қосу 2 қосу 2 деген сияқты евролармен ақшаларды ұсақтап өзіміз өрнектеп жазып шығайық.